Достар, қалайсыздар? Мен мына жерге коляска қойған едім ғой. Бізде қатты боран. Колясканы ұшырып кетіпті. Ішінде Дарикош ұйықтап жатқан ғой. Дария ұйықтап жатыр еді. Дария, қайдасың? Мына ішінде Дария жоқ қой. Блин, Диананы мектептен әкеп Дарикошты ұйықтап жатқаннан кейін қазір кіргіземін деп жатқыза тұрып кетіп қалып едім. Үйге кіріп кетіп едім. Жоқ, Дария, қайдасың? Қызым. Дарикош, қызым, қайдасың? Қай жаққа кетіп қалды екен? Мына жақтарда жоқ. Достар, Дария қайда? Дианаға жүрші далаға қарап келейікші, Дарикошты іздеп келейікші десем, ол желден қорқып терезеден қарап отыра берейінші деп отырып қалды. Сол жерде үйде күтіп отырамын дейді. Достар, мен Дарияны қайдан іздеймін енді? Не істесем екен? Неужели оны біреу алып кетті? Жел ұшырып кетуі мүмкін емес қой, достар. Дария қайда екен? Доча, қайдасың? Блин, қай жақтан іздеймін енді, не істеймін? Үйдің арт жақтарында жоқ, мына жақтың бәрін қарап келе жатырмын. Блин, Дарикош, Доча қайда екен? Мына жақтарда да жоқ. Көшелерді қарап жүрмін, блин, бұл жақта да жоқ. Қай жақты қарасам екен? Құдай-ай. Дарикош, Доча, қайда кетіп қалдың? Кім алып кетті екен Дарияны? Достар, мен мына жаққа қарап келе жатырмын, енді мына жаққа барып жатырмын. В общем, жан жақтың бәрін қарап жатырмын, білмеймін. Дарияны таппай жатырмыз. Кім алып кетті, или қайда ұшырып? Жел ұшырып алып кетпейтін шығар, я. Ужас қой. Мына желді тауы мені ұшырып кетейін деп жатыр ғой. Достар, мен көше жақтың бәрін қарап келдім. Шұңқырға түсіп кетіп еді ма деп. Бұл жақта да жоқ. В общем, білмеймін, не істесек екен. Достар, далада жүрсем, Дикош терезені тақылдатып үйге шақырады. Кірсем, Дарикош ұйықтап жатыр екен. Оказывается, біз кухняда жүргенде әкесі кіргізіп жатқызып қойған екен. Аллаға шүкір, Дарикош үйде.